Егер мен мұғалім болсам, және де табысымды арттырғым келсе, мына бір әрекетті жасаушы едім. Мен кәдімгі мұғаліммін делік, мектепке барып келіп жұмыс жасаймын, ай сайын 250-300 мың теңге жалақы аламын, бірақ бәрі секілді мен де шетелге шыққым келеді, балаларыма күшті өмір сүргізгім келеді. Сол себепті де мен бірінші кезекте осы Инстаграмнан жеке парақшамды ашып, блог жүргізуші едім. Делікті шығып билеу, бір TikToktан сондай бір видеолар түсіру, развлекательный контент жасау емес, блогты бастайтын болсам, ең бірінші кезекте мен не сататынды анықтап алушы едім. Егер не сататынды анықтамайтын болсам, мен де сондай бір развлекательный билейтін видеолар түсіріп кету мүмкін да, блогымда хаос болуы мүмкін. Сол үшін не сатам белгілеп аламын. Мысалы, мен математика пәнінің мұғалімі делік, және де мен балаларды математика бойынша ұбт-ға дайындаймын делік. Сол бойынша жеке курс өткіземін, консультация өткіземін, топтық курс өткіземін. Оны сату үшін мен адамдарға бірінші өзімнің эксперт екенін дәлелдеуім керек. Енді осы жерден бастап контент шығады. Яғни не сататын белгілі болды. Екінші кезекте мен сол сататын нәрсемді жарнамалау үшін қандай контент жасаймын деген сұрақ қоямын. Және де соның әсерінен балалардағы математика пәнін таңдағандағы жаңағыдай қателіктер, оқушыларға арналған лайфхактар, математиканы 2 айда меңгеру үшін не істеу керек, ұбт-дан күшті бал алу үшін не істеу керек, разборлар жасаймын. Осының арқасында мен мықты экспертпін деген адамдардың алдында сондай өзімді дәлелдеп шығамын да. Күнделікті пайдалы, құнды ақпараттар бөлісіп бастаймын, разбор жасаймын түрлі ситуацияларға. Оны ғана емес, адамдарға күнде сабақ болып кетпеу үшін өзімнің мектепке барып келген рутинамды, өзім қандай киім киіп жатырмын, қандай өмір сүріп жатырмын, балаларымды қайдаға апарып жатырмын, немесе өз балаларымда болашақта ешқандай проблема болмау үшін қазірден бастап не істеп жатырмын. Осының бәрімен бөлісіп отырамын, және де соңында осы өзімнің белгілеген жаңағыдай жеке консультация, обучение, топтық обучение деген продуктыларымды сатамын да, сөйтіп масштабқа шығамын. Осы дәл мен айтқан ақпараттарды пайдаланып, менің Назерке деген студентім өзін эксперт ретінде де көрсетіп, жеке тұлға ретінде де ашылып, яғни күнделікті рутинасымен, құнды пайдалы ақпараттармен, разборлармен бөлісіп отырып, онлайн курстарын, менторствосын сатып 5 миллион табыс тапты. Және де дәл солай кез келген мұғалім осы жеке блогын ашу арқылы табыс таба алады. Сіз де мұғалім болсаңыз, және де көбірек табыс тапқыңыз келетін болса, блогинг актуальныйына өтіңіз. Және де сен танитын мұғалімдер болса, және де олардың да Инстаграм арқылы табыс тапқанын қалайтын болсаң, осы видеоны бөлісіп қой.